Жаһандану мен ақпараттық технологиялар дәуірінде ақпараттың үлкен ағыны бар. Мектеп қауымдастығының міндеті оқушыларға кітап әлеміне жол көрсетуші болу, көркем әдебиетке қызығушылығын дамыту, әдеби талғамын қалыптастыру, кітаппен қарым-қатынас қажеттілігін тәрбиелеу. Хакім Абай айтпақшы, артық білім кітапта екенін ұғындыру. Зияткерлік мектептер оқушыларына оқуға ұсынылған 100 кітап жобасы аясында арнайы тізім дайындалған. Оған қазақ классикасының 60 танымал туындысы және әлемдік әдебиеттің орыс және ағылшын тілдеріндегі 40 жауһары кіреді. Кітапқұмарлар арасында ең танымал жобалардың бірі Редикс Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары мен ұстаздарын, ата-аналарын бір алаңға біріктіреді. Редикс алаңында олардың әрқайсысы лайықты шығармаларды таныстырып, оқуға шақыруға мүмкіндік алады. Осыдан 3 жыл бұрын бала тәрбиесінде мектеп пен ата-ананың бірлігін дамыту мақсатында Оралдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде тәрбие әлемі кітапсүйерлер қауымдастығы құрылды. Жобаның алғашқы айларында педагог, ата-ана және кітапханашылар үштігі бала тәрбиесіне қатысты арнайы әдебиеттерді оқып, өзекті мәселелерді талқылау алаңын құрса, қазір жобаға оқушылар да қосылды. Кітаптың барлық оқырманға қолжетімді болу үшін мектеп жанындағы жатақхана оқушылары облыстық көру қабілеті бұзылған және нашар көретін балаларға арналған арнаулы мектеп интернатындағы достары үшін 71 аудиошығарманы дыбыстандырып, қазақ әліпбиі негізінде 2, ағылшын тілі әліпбиі негізінде 1 тактильді кітап табыстады. Ірі жобалар аясындағы кіші жобалар, тақырыптық акциялар мен челлендждер оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Олардың қатарында кітап сыйлау акциясы, буккроссинг, тәтті кітап акциялары, фото байқаулар мен түрлі шаралар бар. Мектепте құрылған оқырмандар клубы да жүйелі жұмыс жоспары мен мақсаттарына жетіп келеді. Қазақ және әлем әдебиетін оқушылар арасында насихаттау аясындағы ұлы дала ақындары, замандастар жырлары да жас зияткерлердің өз ұлтының тарихи, әдеби мұрасын білуі арқылы қазіргі заманға лайықты көзқарасын, отаншылдық сезімін нығайта түсу секілді мұрат мүдделерді көздейді.